әдеттегідей жасаған күнәңді еш уайымдамай досыңа мақтанышпен айтып отырсың. Оны үйленем деп ондай нәрсе айтпай қой, болмаған қыздар үшін бар ғой. Түсіндің ба? Кенет бірақ сәтте бұл жарық әлем сен үшін тас түнекке айналды. Енді саған бұл әлем, таңның атуы, кештің батуы, бәрі қара түнекке айналғандай. Адамдар көмектесіңдерші. Алланың берген нығметіне дер кезінде шүкіршілік етпесең, одан кейін бір тиынға да пайдасы жоқ. Адамдар көмектесіңдерші. Алланың берген сыйы, Алланың берген нығметі бәрі уақытша. Алланың аманатына дер кезінде дұрыс амал жасайық. Әлхамдулилля. Ассалаумағалейкум бауырым. Өткенде алған машинаң осы ма, я? Иә, осы. Базар жоқ, Қалай жағдай? Қалайсың, жақсың ба? Иә. Осы аза деймін да. Екеуміз бірдей жұмыс бастадық. Бірге жұмыс істедік, бірдей айлық аламыз ше. Осы сен қалай байып кеттің, мен қарашы жүрісімді әлі осы тоз-тозым шығып. Секреті осы айтса? Бауырым, бұның ешқандай секреті жоқ. Сен бірінші айлығын қайда жұмсап едің? Біз балдармен іштік қой, жудық қой. Бұл бірінші айлық қоя берші, біз постоянно айлық алған сайын шеміз 20 мың былай кетіп қалады. Бауырым, сенің ең бірінші қателігің осы жерде. Ал мен бірінші айлығымды садақаға беремін. Әлі күнге дейін мен жарты айлығымның жартысын садақаға беремін. Алланың разылығы үшін мен садақа берсем, ол маған 2 еселеп қайтарады. Мен оған тағы да көп беремін, ол да маған көп береді. Кетерек, давай. Жол жүріп баратсыңдар. Алсайшы. Жол жүріп баратын ішпеймін. Өй, жынды ма ішме? Просто ішпеймін. Сыйластық шыны. Қашан жолғанымыз асайын ба? Ай, қоймадыңдар ғой сендер. Давай, көтір. Ал, өп. Ал. Сен қосып жүрсің, едекесі қосып. Жігіттер, ренжімеңдер, мен қойғам. Өздерің іше беріңдер, жүре ме? Давай. Бауырым кеше вечеринкада бар ғой, тіреліп ішіппіз ғой, до конца тіреліппіз ғой. Бір қыз алып кетем гостиницаға, ол да іше береді екен, қоймайды екен бар ғой. Сен кеше вечерге апарып тастадың ғой. Осылай дәл таксовать еттім ғой мен, короче. Сосын бір апа отырады, негізі 5 теңге келіскен ғой. 10 мың теңге бөліктен үндемей түсіп кетеді ғой. Мен алдыма дәл кетіп қалғансың ғой, сонда кайфовать еттім ғой, брат. Темек берші. Давай, темек шегіп алайық. Берші, мен тұтандырайшы. Давай. Негізі бар ғой, жігіттер дұрыс нәрсеге мақтан тұрған жоқсың. Күйдірдің ғой қолымда. Кесір. Күйіп қалды ма не? Иә. Негізі білесің ба? Тозақтың оты бұдан да ыстық қой. Жігіттер, істеген жамандықтарымен мақтанбасаңдаршы. Бұл істеген жамандықтарың, айтқан күнәларың бәрі өздеріңді жұмақтан ары итеріп, тозаққа қарай жылжытады сендерді. Істеген жақсылықтарыңды да, жамандықтарыңды да, күнәларыңды да айтпаңдар. Тек қана жақсылық. Азамат ана қызды қараш, айбай соска, фигурасын қараш, балқ етеді, бір күн жалдасаң, Мерей, сен екі үлкен әпкең бар, Иә. Біреу казго бітірген. Өткенде түн клубтан көріп қалдым ғой. Оның да фигурасы мощный екен, кәдімгідей. Мынандай мини юбкамен сандары былқ-сылқ етіп бар ғой, кәдімгідей. Сен мен әпкем туралы не айтып жатсың? Мен сен досым деп жүрсем, мен сенің әпкең туралы сондай нәрсе айттым ба не? Жіберші, қалай екен? Ауыр тие ма? Көрдің бе, бірінші пышақты өзіңе сұқ, ауырмаса біреуге сұқ деген. Мүмкін қайдан білесің, мүмкін ол біреудің тоже сонда әпкесі, қарындасы шығар. Біреудің аяла өсіретін қызы, арманы, үміті. Сенің әпкең жайлы сөйтіп айтып отыр едің. Көрдің бе, қандай шырпыр болдың? Сондықтан да досым, олай өйтіп айтып О, бауырым, қалайсың,
Жағдай жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Жұмысың қалай? Уағалейкум ассалам. Жұмыстағы болмай жатыр, жағдай қиындап кетті. Неге? Білмеймін, өмір сүру қиын болып кетті әке. Бауырым, саған абзал үйлену керек қой, дұрысы. Үйлену дейсің ба әке? Өзім бір қара басымды асыра алмай жүргенде қайдағы үйленген? Бауырым, қиын болған екен онда. Битекші онда. Ақыры қар күреп атсың. Бір қолмен күреш қарынды көрейік. Неге? Істесе көрейік та. Жарайды. Әке, бір қолдап қиын екен. Екінші қолдан істеп Көрейік, онда көрейік істе. Қайсысы оңай екен? екі қолмен оңай. Әрине екі қолмен оңай. Көрдің ба? Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген. Үйленші, бауырым. Үйленсең, может, байып кететін шығарсың қайтып алса. Аллах өзі ризық несібесін беріп қояды әрбір пендесіне шықпай қалды, ё-моё. Айттым ғой, тікпей ақ қойшы, ұтыласың дедім ғой саған. Братан, осының бәрі сенің нәрсе. Бар, тігейші, букмекердің ішіне кіріп тұр, тігейші. Телефонын тіксем, ұқып қала берме. Болмай қалам. Братан, мынау тұр екен ғой, букмекерске кіре салайықшы, 15 сағат братан, мен кірем, тігем, шығам, болды, лайф деп отырмаймын. Күнә ғой, братишка. Күнәң қоя тұршы, братан. Қатын сияқты сіз тұрып алдың, сен адам жалын. Бара салу керек соған. Қатты барғың келіп тұр ма? Иә. Жүр онда мен мощный букмекер білемін. Бә? Давай, бүгін матчтар бар, шоталын берем ғой, братан. Қайда, братан? Хош, мен келдік ән тұр ғой. Мынау ма? Иә. Мешіттің жанында қалай болады олай? Әдемі болып, бош түсіп кетті. Қой, жамағат кіріше жатыр, ұят, кіре алмаймын мына. Сонда адамнан ұялып қойдан ұялмаймын деген түрім ба? Есіңде болсын, сені көрген Алла мейлі жердің түбіне кіріп кетті, көреді бәрібір. Кіресің ба, кірмейсің ба? Жоқ, кірмеймін. Сен білесің ба өзің кім екеніңді? Алаяқ. Малсың сен жүрген бір бар ғой. Адам емессің бар ғой сен. Қалай жер беті көтеріп жүр, сен сияқты малдары бар ғой. Түй, сен сияқты мал. Мал, Братан, осы алдында да осы жігіттермен отырған кезде осы айтып кеткен еді. Жауап бермейсің ба? Намысың жоқ па? Жоқ, әңгіме намыста емес па? Жауап бере бересің ғой, одан қашпайсың ғой. Бірақ баяғыда бір ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам заманында екі сахабаға бір кісі үйістіп балағаттап кеткен екен. Сол жанындағы сахаба айтпайсың ба, жауап бермейсің бе десе, әлгі сахаба досына былай айтқан екен. Өз амал дәптері өзінің қолында. Ол амал дәптерін қандай сөзбен, қандай амалмен толтыру өз еркінде. Егер жақсы амалмен толтырса, сол үшін рахаттанады, жаман амалмен, жаман сөзбен толтырса, сол үшін азапталады деген екен. Мен не қылам, ол үшін уақытым кетіріп, нервімді кетіріп не қылам мен? Өзі біледі. Әке, ақша беріңізші. Ақша? Балдармен қыдырайық деп. Осы сен балдарың бітпейтін болды. Соңғы рет. Соңғы рет. Өзің істеп тап ақша. 500 ақ. Бар, жетеді сол 5 теңге. Папау, ақша берші. Ақша? Иә. Не үшін керек еді? Қыздармен қыдырайық деп едік. Так, 1, 2, 3, 5. 5 бола ма? Иә, болады. Рахмет. Ертерек қайт, қызым. Аға, мен сұрайыншы. Сұрай бер. Екеуі де сіздің балаңыз ба? Иә? Неге балаңызға 500 теңге, қызыңызға 5000 теңге бердіңіз? Бала шағаң бар ма? Бар, Ұлың қызың бар ма? бар, кішкентай ғой. Есіңде болсын, есіңде болсын. Баланы тоқшылық бұзады екен, ал қыз баланы жоқшылық бұзады екен. Сондықтан да балама аздап ақша берем, қызыма көптеп ақша берем. Түсіндің ба?